1970 жылдары жарық көрген Ханшадария хикаясы жарты әлемді жаулап алып, талай елді қан жылатқан Шыңғыс хан өмірінің соңына қатысты аңыздардың бірін арқау еткен көркем шығарма. Бұл повесте Шыңғыс хан Таңғұт тайпасының қолбасшысы Шидіргенің сүйгені Гүрбелжінге ғашық болып, ақырында сол әйелдің қолынан мерт болады. Шығарманың соңы оқырманды терең ойға жетелейді. Егер сіз ұлы тұлғаның ішкі жан әлеміне үңілгіңіз келсе, бұл шығарма сіз үшін. Оқыңыз, ойланыңыз, жүрекпен қабылдаңыз.